Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қадірлі мырзалар менен ханымдар, қадірлі жаңа құдалар, күніге төрде жүрсіздер ғой. Бүгін құда болып төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп қол шапалақ ұрып қояйықшы. Кеше 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесін атап өттік. Ертең босағамыздан еніп, жеңіс күні тойланайын деп жатыр. Сол екі үлкен мерекенің ортасында бүгін біздің шаңырағымыз шаттыққа, босағамыз берекеге толып отыр. Керімбековтер әулетінің ажары артып, базары шалқуда. Себебі Әбдікерім ағамның бауырынан жараған, Райхан гүлдей құлпырған, жақсылыққа ұмтылған Райхан әпкемнің алтын құрсағынан тараған, зеңгіл көктің сұңқары, ер жігіттің сұлтаны, жандарлардың ғана емес, бүкіл қазақтың сүйіп күткен ұрпағы, Қасымхандай батырымыз, темірдің гүлі, шығыстың шыңарындай, таудың бұлағындай, еліктің лағындай болған Дидардай аруда аялалаханы қоттырып, үй ішінен үй тігіп, бүгін бізде